نوح عليه الصلاة والسلام. نوح عليه الصلاة والسلام. شوف، الأب الأول للبشرية قلنا هو آدم عليه الصلاة والسلام. الأب الأول. نعم. Адамзаттың арғы ең алғашқы атасы Адам алейхиссалам деп айттық. وهو أول نبي آدم عليه السلام. Әрі ол пайғамбарлардың да алғашқысы. الأب الثاني للبشرية نوح عليه الصلاة والسلام. Ал адамзаттың екінші атасы ол Нух алейхиссалам. وهو أول رسول. Әрі ол елшілердің ең алғашқысы. Яғни жер бетіне түсірілген, жіберілген ең бірінші елші Нух алейхиссалам. من أولي العزم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الخمسة. Ол әлгі біз атаған ұлы қайраттылық иелері улул азм деп аталған 5 елшілердің бірі болып табылады. سورة في القرآن سميت بسورة نوح عليه الصلاة والسلام ليس فيها إلا قصة نوح عليه السلام. Әрі Құранда Нух деп аталатын сүре бар. Әрі сол Нух деп аталатын сүреде Нух алейхиссалам туралы қиссадан басқа еш нәрсе айтылмаған. كم لبث في الدعوة؟ Нух алейхиссалам қанша жыл дағуат етті. Яғни адамдарды Аллахтың дініне шақырды. 1000 سنة إلا 50 عام. Ол 50 жылы кем 1000 жыл бойы адамдарды исламға, Аллахтың дініне шақырды. كثير أو قليل؟ Көп пе, аз ба? Кәсир. وإذا هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن نوح عليه الصلاة والسلام ظل هذه السنين كلها يدعو إلى الله في نشاط، في جد، في اجتهاد عليه الصلاة والسلام. نعم. Әрі бұл өте көп. Әрі бұл сонымен қоса пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға жұбату болды. Егер Нух алейхиссалам осынша жылдар бойы сабыр етіп, сондай ауыртпалықтарды көтеріп, халқын исламға, ақиқатқа шақырған болса, онда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда осы жолда шаршамай, яғни ешбір қиындық көрмей, осы жолда бүкіл ынта ыждахатын төгу керек еді. وكذلك للدعاة. Тура сол сияқты бұда Аллахтың дініне шақыратындарға да ғибрат бар. يعني ما في عندنا داعي يقول أنا اعتزلت خلاص أريد أتقاعد أرتاح. لا، إلى الموت. Әрі біздің арамызда мен болды, айтатын нәрсемнің бәрін айтып болдым, шақыратын адамдарымның бәрін шақырып болдым, енді мен бұны қоям, демалам деп айтуға айтатындар жоқ болу керек. أنت تعرف ماذا صنع بعد هذا؟ من؟ نوح عليه السلام. Әрі Нух алейхиссалам осыдан кейін не істегендігін білесіңдер ма? دعا. Ол Алла тағалаға дұға етті. قال رب اغفر لي. Ол Аллах тағалаға Рабби ғфирли, ва Аллах мені кешір деді. لماذا؟ Не үшін? لأنه ممكن قصر في الدعوة. يقول بعض المفسرين يا رب اغفر لي يعني تقصيري في الدعوة، لأنه ممكن يكون قصر. Өйткені Нух алейхиссалам осынша жыл адамзатты Аллахтың дініне шақырған болса да, муфассирлер айтпақшы, ол осыда өзін бір кемістік жібердім деп ойлады. Сондықтан да Аллахтан «Уа Аллах, Раббым, мені кешір» деп кешірім сұрады. يعني نحن الآن Ал біз бүгін من باب أولى осыған مقصرين. نعم. біз бүгінгі күні яғни кемістік жіберуге пайғамбарлардан әлде қайда көбірек лайықпыз. Яғни бізден көптеген кемістіктер кетеді осы жолда. هذه السنين يدعو إلى الله ما آمن معه إلا قليل. Ол осынша жылдар бойы Аллахқа шақырса да, оған иман келтіргендердің саны өте аз болды. قوم نوح قابلوا دعوة نوح بالتكبر، بالاستهزاء، بالسخرية. Нух алейхиссаламның қауымы оның шақыруын оның үстінен күлуімен, тәкаппарлануымен және оған деген түрлі зәбір көрсетумен қабыл алды. آية نوح ما هي عليه السلام؟ Нух аяты деген не ол? Нухтың, яғни өзімен алып келген аяты не ол? السفينة. Ол кеме. كيف هذه السفينة؟ Бұл кеме қандай болды? يا أخي أنت لا تبحث ولا تصدق من يقول طولها كذا، عرضها كذا، طوابقها، لأن هذا ما ورد في قرآن ولا سنة.
لكن أنت لابد تبحث ما الذي أنجى سفينة نوح. الله سبحانه وتعالى ليس طولها عرضها والصناعة لها. نعم. Әрі сен ол кеменің қандай болғандығын, яғни оның кеңдігі қандай болды, ұзындығы қандай болды дегенге соны іздеп, немесе сол туралы жазатындарды оқып, өзіңнің басыңды қатырма. Ең бастысы Аллах тағала Нухты құтқарды. Оның кемесінің ұзындығы немесе кеңдігі емес. بعض الناس يتكلم عن سفينة نوح عليه الصلاة والسلام كأنه كان من ركابها. تفهم؟ نعم. أيوة. Кейбір адамдар Нух алейхиссаламның кемесі туралы оны сипаттап, ол туралы хикаялап берген кезде, ол дәл сол кеменің үстінде болған адам сияқты сөйлейді. إذا ما يصح أنت الآن أن تأتي بصورة مثلا لسفينة نوح أو فيلم لسفينة نوح عليه الصلاة والسلام، لأن الناس ينظر إلى ماذا؟ سينظر إلى الصورة، صح؟ ينظر إلى السفينة، كيف هذه السفينة؟ لا، أنت لابد ترجع إلى القرآن، ما تنظر إلى الصورة، إلى القرآن، تعرف أن الله سبحانه وتعالى أنجى أهل التوحيد، فلو كنت من أهل التوحيد أنت ركبت في سفينة نوح تنجو. نعم. Әрі сен егер Нух алейхиссаламның кемесінің суретін салам десең, немесе ол туралы әлде бір фильм түсірем десең, бұның барлығы дұрыс емес. Бұлай істеуге болмайды. Өйткені Нух алейхиссаламның кемесінің кейпі қандай болғандығын Аллахтан басқа ешкім білмейді. Әрі сен Құраннан Аллах тағала Нух алейхиссаламды таухидымен құтқарғандығын білсең, осы саған жеткілікті. Әрі осы кемеге егер таухид деген деп аталатын, яғни жалғыз Аллахты бірлеу, бір құдайшылық деген кемеге мінсең, құтылатыныңды білсең, міне соған сен амал етуің керек. مهنة نوح عليه الصلاة والسلام نجار. نعم. Нух алейхиссаламның кәсібі не болған? Ол ағаш ұстасы болған. كل من آمن مع نوح ركب معه في السفينة ونجا، لكن الذرية يعني تكاثر، ما تكاثرت إلا ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، قلنا هو الأب الثاني للبشرية. كل من نجا معه لم يحصل له إيش؟ ذرية، إلا ذرية نوح هم اللي تكاثروا. نعم. Нух алейхиссаламмен бірге оның кемесіне отырғандардың барлығы құтылды. Бірақ Нух алейхиссаламның отбасынан басқа ешкімнен бала ұрпақ болған жоқ. Сондықтан да бүгінгі күні адамзаттың барлығы Нух алейхиссаламның ұрпақтарынан болып табылады.